Кейбір сарапшылар құрылтайдың құрамында бір 70-80%. Көлдерін көкбатла енкет тізімде жүріп, солай бір көптің назарын аудартқысы келіп жатса, Құрылтайымыз бір партиялы болып кетпей ма? қызықты саяси бәсекені көре алмаймыз ау деп ойлаймын. Ал бізде неге осы оппозициялық партиялар жоқ? Шығыс Европа мемлекеттері болсын, мынау қазіргі Моңғолияны айтсақ мысалға, Біз неге осы институтты дамыта алмадық? Не кедергі болды? сайлауға қатыспаудың өзі саяси белсенділіктің көрінісі болып жатады. Армысыз көрермен, бүгін мәлім сұхбатта белгілі саясаттанушы Айдос Бәделұлы. Қайырлы күн, Айдос мырза. Осы қазірге дейін барлық партиялар съездерін өткізіп үлгерді. Орталық сайлау комиссиясы, саяси ұйымдар ұсынған кандидаттар тіркеп жатыр. Осы партиялық тізімді көргенде нені аңғардыңыз? Бұл жерде не маңызды? Шыны керек, қазіргі тізімнің бірі сондай маңыздылығына қатты назар аударып отқан жоқпыз енді. Маңыздысы сол саяси партияның жұмысы ғой енді. Жұмысы болу керек. Саяси бағдарламасының өзектілігі, бір-бірінен айырмашылығы, жаңа қайталамайтын ерекшелігі, мысалға, сол қазіргі бір үлкен ірі саяси партияларға ықпалдылығы дейді ғой, саяси бәсекелес ықпалдылығы маңызды сияқты. Сондықтан тізімге соншалықты мән беру мен ойымша қажет емес сияқты. Әрине енді бір жаңағы көлденең көк аттылар еніп кетіп, бір саясаттан хабары жоқ, елдің бір саяси жүйесінен хабары жоқ, жаңағы бір әншілер деп айтамыз ба, енді әншілердің ішінде де білімділер бар ғой дегенмен сондай бір көлденең көк аттылар еніп кетіп тізімде жүріп, солай бір көптің назарын аудартқысы келіп жатса, әрине ол бір арзан жарнама болар еді мысалға. Бірақ кейбір партиялардың қатарынан әншілерді көріп отырмыз. Сіздің жаңағы арзан жарнама деп айтып отқаныңыз осы ғой? Сол бұрынғы қайталау ғой, қоғамның жаңағы көз алдына, қоғамның назарын аударып жүрген адамдар болады ғой, көбінде бір спортта болсын, осы бір өнер саласында болсын, тағы басқа бір жеңіл-желпі бір салаларда көбірек өзін тартатын бір адамдар болады енді. Сонда көпшіліктің назарын аударып жүретін. Соларды саяси партиялар жаңа өздерінің пиар жасау үшін сондай адамдарды тартып шығаруға тырысып жатады. Енді ол былай саяси пиарда бар негізі, сондай танымал адамдарды саясатқа тарту, бірақ шындап келгенде саяси практикада нақты өздерінің іске кірісетін кезде, жұмысқа кірісетін кезде ондай адамдарды алып қалады да шынайы кәсіби саясаткерлерді енгізу жаңағы батыстың саяси демократиялық тәжірибелерінде, ақш-тың саяси тәжірибелерінде бар негізі. Сондай адамдарды көрсетіп келеді дағы, шынайы жұмыс істеуге келген кезде кәсіби саясаткерлерді жұмысқа іске қосады мысалға. Сол жағынан келгенде бізде солай көрсетіп, кішкене партияларын жарнамалау үшін, шынайы саясатқа, саяси тәжірибе жұмысқа кірісетін кезде, жаңағы құрылтайға сол партияның атынан жіберетін кезде, ондай адамдарды жібере салған, мен ойлаймын, дұрыс болмайды деп. Оған шынайы кәсіби саясаткер, саясаттанушы, экономист бола ма, сондай кәсіби білікті, сол осы біздің саяси жүйеге жұмыс атқара алатын, соны көзімен көре алатын адамдарды жіберсе өте дұрыс болар еді. Бірақ енді саяси пиар үшін осындай адамдардың бола білгені енді сөкеттік жоқ енді. Олар енді партияны көрсету үшін жүреді. Мүмкін партияның бұрыннан бері мүшесі болса, жүруге құқы бар деген сияқты ғой мысалға. Сол жағынан. Бірақ сондай мәселе енді. Саяси партиялардың тұжырымдамаларымен танысып үлгерген шығарсыз, бағдар, жоспарлары бір ұқсас сияқты емес па? Саяси партиялардың жалпы тікелей бір бағдарламаларын танысып, оны оқып жатқан жоқпыз. Енді олар саяси бағдарламаларын ұсынып та жатқан жоқ қазір. Тек өздерінің бағыт бағдарын айтып жатыр ғой, алдын ала бағыт бағдарларын айтып, соны нұсқап айтып жатыр. Соған қарайтын болсақ, бір айтарлықтай айырмашылық, ерекшелікті көріп жатқан жоқпыз. Қайталау көбінесе. Жаңа айтатындары мысалға сол осы кейінгі билікте болып келе жатқан саяси партияларды, сол партиялармен жаңағы өздерінің үндес екендіктерін, жақтас екендіктерін айтады. Әсіресе сол бұрынғы Аманат партиясының айналасы, Аманат партиясы болсын мысалға. Солармен үндес екен, солармен жақтас екендерін айту, қайталау мысалға. Бір шынайы ерекшелік саяси партия ретінде, саяси бәсекелестіктің бір көрінісі ретінде өздерінің бір айқын ұстанымдарын батыл көрсететін партияларды, солардың сондай бір ұсынып жатқан пікірлерін өкінішке көре алмай отырмыз. Тіпті Жасылдар партиясы дейміз, Байтақтың өзі сол қазіргі кезде экологиялық мәселені батыл түрде көрсетіп, соны айқындай айта алмай жатыр, жеткізе алмай жатыр. Тәуелсіз экологтардың айтып жатқан мәселелері біздерге білесіз ғой, түсінікті, журналистердің барлығы біледі.
қазіргі бізде экологиялық өте жаңағы ахуалды мәселелер бар, ал оны жаңағы сол аталған партиялар мысалы көрсетіп айтып жатқан жоқ. Сол сияқты жаңағы ауыл шаруашылығында үлкен өзекті үлкен мәселелері бар, иә. Оны сол саладағы партияның көтеріп жатқанын, батыл түрде соны айтып жатқанын көре алмаймыз, тек қазіргі саясаттың бір жаңағы жалғастырушы ретінде бір сондай бағытта бара жатқанын көреміз. Енді алдағы сайлаудағы бәсеке жағдайында көруге болады, бірақ дей тұрғанмен енді сондай бір қызықты саяси тартыс, қызықты саяси бәсекені көре алмаймыз ау деп ойлаймын. Кейбір сарапшылар құрылтайдың құрамында бір 70-80% әділеттіктер болады деп отыр. Ал сіз қалай ойлайсыз? Солай айтуға негіз бар, оған қатты бір болжам жасаудың да қажеті шамалы. Енді әділет партиясының енді былай тікелей болмаса да, иә, енді былай көпшілікке қоғамға мәлім ғой, енді қазіргі жаңағы президент әкімшілігінде ықпалы қолдауы бар. Енді оны айтпағанның өзінде дейік, оны айтпағанның өзінде сол партияның жалпы қаржылық болсын, жалпы ақпараттық болсын, барлық саяси дейік, саяси қаржылық ресурстар өте мол, күшті. Қазірден бастап мысалға құрылғаны бір айдан енді ғана асып жатса да, сол қазірдің өзінде қандай кеше ғана өткізді ме жаңағы өздерінің жаңа кезектен тыс, иә, съезін өткізіп жатыр. Сонда байқадық, сонда ауқымды түрде өткізілген орны да, қатары да көп, жаңағы сән салтанаты да бөлек дегендей мысалға. Соның өзі де көрсетіп отыр ғой, алдағы партияның жаңағы сол құрылтайға келгенде сондай ықпалды жаңағы үлкен әсері бар екен, сондай орындарға ие болатын көрсетіп жатқандай. Соған қарағанда бізде саяси партиялардың бәсекелік жағдайы өкінішке орай сол алға жылжымай жатыр. Тіпті біз айтайықшы, тәуелсіздік алғаннан бері 35 жыл өтіп кетті ғой енді. 35 жыл өтті, анау кейбір Европа, шығыс Европа мемлекеттеріне, оны айтпағанда жалпы кезіндегі социалистік мемлекеттер, жаңағы лагерінде болған мемлекеттердің жаңағы саяси партиялық жүйелер бізбен құрдас болып келеді. Неге дейсіз ба? Өйткені олар да жаңа бір партиялық жүйеде болды кезінде. Жаңағы социалистік коммунистік партияның жүйесінде болды олар. Олар ыдырап социалистік мемлекеттер ыдыраған кезде олар да партиялық жүйені бізбен қатар құрғанмен бірдей болды. Біз тәуелсіздік алғанда олар да партиялық жүйені құрып жатыр. Бірақ тәуелсіздікті бізден бұрын алған, иә. Бірақ партиялық жүйені құру кезеңдері бізбен қатар құрдас болып келеді. Соған қарасаңыз, шығыс Европа мемлекеттері болсын, мынау қазіргі Моңғолияны айтсақ, мысалға, саяси партиялық жүйелер өте ілгерілеп дамып кеткен мысалға. Мысалы, Болгарияны айтатын болсақ, кішкентай ғана Болгария мемлекеті кезінде коммунистік партиядан құтылып көп партиялық жүйеге өтті. Қазір 25-26-дай саяси партиясы бар. Өздеріңіз жақындаған өткен Венгрияны көрдіңіздер мысалға, иә? Моңғолияда екі партиялық жүйе қалыптасып үлгерді, жаңағы демократиялық партия және коммунистік партия жүйесі мысалға. Екеуінің тартысы ақш-тағы саяси партиялық жүйенің тартысымен жаңағы тартысынан кем түспейді деуге болады. Сондай, соған қарайтын болсақ, бізде сол саяси партиялық жүйенің жаңа бәсекесі, сондай бәсекелік қабілеті өкінішке кешігіп жатыр деп айтсақ болады. Енді алдағы уақытта сол мүмкіншілік беретін болсақ, әрине әлі де кеш емес шығар деп ойлаймын. Осы тәуелсіздігіміздің 40-шы жылдары бір ойлаймын, бір жақсы саяси партиялық жүйелерге бір мүмкіншілік жол ашылатын болса, біздің елдің дамуы, саяси дамуы, демократиялық дамуына көп жақсы жол ашылған болар еді. Көп мәселелердің шешімін табар еді. Сондықтан бір саяси партиялық жүйеде бір жаңалықтар болса деп тілейміз, жаңалықтар, өзгерістер болса екен. Қазіргі саяси партиялық жүйеде болып жатқан оқиғалар, жаңалықтар, өзгерістерде айтатын болсақ, ол мардымды болмай жатыр өкінішке орай. Мардымды емес, ол бұрынғы, иә, қайталау, бұрынғы жағдайдың сол ықпалы, жаңағы бір-екі саяси партияның бір ықпалдылық күші болса, қалғандары соның жаңағы айналасында жүрген саяси партиялар болып дегендей. Алдағы сайлауда да сондай сарын байқалатын сияқты көрінеді. Енді бір аяқ астынан бір қайыптан тайып, бір жаңа бір серпін болып, жаңа өзгерістер болып жатпаса, бірақ соған жол ашылып жатқанын көріп тұрғанымыз жоқ. Жаңа бәсеке жоқ деп қалдыңыз. Осылай жалғаса берсе құрылтайымыз бір партиялы болып кетпей ме? Егер осы сарынмен кете берсек, сол шынайы саяси партиялардың жаңағы саяси бәсекелестігіне жол бермей, осы қазіргі жағдайда сол таймай кете беретін болсақ, бірде әлбетте сол монопартиялық жаңағы жүйеден алыстамай қалып қоямыз, иә.
енді мүмкін бір соған жақсы жол ашатын мүмкіндіктер туып бір шынайы негізі біздің саяси билік, саяси жүйенің қолында, барлық саяси шешімдер қолында ғой, қабылдаймын десе. Соған бір жақсы мүмкіншіліктер ашып, бір жақсы саяси бәсекеге бір мүмкіндіктер туғызатын болсақ, әлбетте сол саяси партиялық жүйені үлкен өзгерістерге жаңағы алып баруға болады. Тіпті екі партиялық жүйеге алып баруға болады. Егер екі партиялық жүйеге батылымыз жетпейтін болса, онда көп партиялық саяси жүйенің айналасында да жақсы бәсекелес бір 4-5 партияның жаңағы саяси бәсекелестік жүйесін қалыптастыруға біздің мүмкіншілігіміз бар. Халықтың саяси сауаттылығы бізде өте жақсы. Мен әрдайым айтып жүремін, осы біздің Қазақстанда дәл қазіргі кезде халықтың, қоғамның саяси мәдениеті, саяси жүйесі, саяси санасы, білімі көп қалыптасып қалды. Жеткілікті түрде көп нәрсеге өздері баға беріп отырады, көп нәрсеге жаңағы өздерінің пікір көзқарастарын білдіріп, көп мәселеде белсенділік танытып жатады, сайлауда да белсенділік танытып жатады. Сайлауға қатыспаудың өзі саяси белсенділіктің көрінісі болып жатады дейді. Неге десеңіз, ол саналы түрде бармай жатады, мәселен өздері бойкот деп, тағы басқа өздерінің бір наразылықтарын білдіріп сайлауға бармай жатады. Ол да бір саяси жаңағы белсенділіктің бір көрінісі, ол сайлауға бармаудың өзі. Неге дегенде ол өздерінің бір ішкі наразылығын білдіріп жатыр ғой. Әрине ол сайлауға бармауға насихаттау дұрыс емес, бірақ дегенмен де саналы түрде бармау жағдайы, мысалға Алматы өңірінде тіркелуі белгілі, енді қаралы қаңтарға байланысты, сол жағдайға байланысты айтуға болады негізі. Сондықтан екі жағдайда енді біз жақсы жағын ойлап қарайтын болсақ, әрине сол 5-6 партия, 4-5 партияның айналасында көп партиялық саяси жүйеге жол ашылса өте жақсы болар еді. Бірақ соған енді күмәніміз бар, енді соған жете аламыз ба, әрине. Ал бізде неге осы оппозициялық партиялар жоқ? Біз енді саяси оппозициялық партиялардың кезінде болғанын білеміз. Енді тіпті жаңағы коммунистік партия дейміз ғой, кезінде болған біздің. Сол Серікболсын Әбділдин мырзаның кезінде, сол кезде коммунистік партия сол бұрынғы Нұр Отанға, Отан партиясы болды ол кезде. Отан партиясына кәдімгі саяси оппозициялық партия болды. Қолдаушылары болды, жаңағы бір солай текетірес сондай қарсылас партия болып көрінді, алғашқылар болып мысалға. Онан кейін жаңағы Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының айналасында жаңа жалпы социал-демократиялық партияның саяси оппозициялық жаңағы бағыты басым болып көрінді алғашқы кездерде, сондай. Кейін Ақжолдың айтпақшы, Ақжол саяси партиясында алғашқы кезеңдерінде сондай Отан партиясы, оның Нұр Отан партиясына жаңағы саяси оппозициялық жаңағы ықпалы дейміз ғой, әсері сондай айтарлықтай көрініп жататын. Осы айтылған бір 3 партияның айналасында сол. Онан кейін ол жағдай өкінішке орай құлдырай берді. Қазіргі көзбен қарайтын болсақ, қазіргі саяси партияларға көз салатын болсақ, саяси оппозициялық партияларды жоқ деуге болады. Неге десеңіз, олар өздері айтып тұр. Қай саяси партияға барсаңыз өздері айтады. Біз жоқ, біз Аманатқа немесе Әділет партиясына жаңағы ешқандай саяси оппозициялық партия емеспіз деп өздері айтып жатады, өз ауыздарымен айтып жатады. Біз қарсылас партия емеспіз. Керісінше соның былай бағдарламасын қолдай отырып, біз өзіміздің бағдарламамызды ұсынамыз деген сияқты сондай конструктивті жаңағы сондай пікірлерін, көзқарастарын жеткізіп жатады. Соған қарағанда енді бізде жоқ саяси. Тіркелмей жатқан енді саяси партиялар бар бізде. Жаңа Алға Қазақстан, Алға партиясы, онан жаңа Қазақстан демократиялық таңдауы дейді, жаңағы ел тірегі деген сияқты тіркеле алмай жатқан саяси партиялар бар. Енді олар тіркеліп кеткен жағдайда саяси оппозициялық жаңағы саяси партиялардың қатарына қосылатын әбден мүмкін, бірақ ол қаншалықты тіркеліп сол партия статусына жете алады, ол енді белгісіз. Сондықтан енді сондай жағдай орын алып отыр өкінішке орай. Қазір өзіңіз айтып отырсыз, дегенде оппозициялық партиялар пайда болды, бірақ кейін түрлі себептермен жабылды ғой енді. Біреуінің бағыты өзгерді деген секілді, бірақ біз неге осы институтты дамыта алмадық? Не кедергі болды? Ол былай үлкен тақырып, үлкен сұрақ, оған енді бірнеше жаңағы жауаптар берсек болады, бірнеше бағыт бойынша. Енді бірнесі жаңағы саяси оппозициялық партия болып өздерін көрсетіп жататындардың кейде жаңағы қоғамнан тікелей қолдау жетпеуіне байланысты олар жаңағы көбінде бір орыс тілді ма сондай қоғамдарға жақындап кетеді, өздеріне орыс тілді бір жетекші ықпалды беделді адамдар өзіне тартып алады мысалға, содан кейін көп
жаңағы пікірлер пайда болады. Бұл орыс тілді партия екен, мемлекеттік тілді қолдамайды екен деген сияқты, орыс қоғамын қолдайтын партия деген сияқты сондай бір жағымсыз пиармен ол партиялар кішкене қоғамнан қолдау таппай қалады. Екінші бір жағдайын айтатын болсақ, бастапқы кезде саяси оппозициялық партия ретінде, батыл партия ретінде жаңағы өздерін көрсетіп келе жатқан кезде алдарынан көлденең мәселелер тұра қалатынын байқауға болады. Енді оған жаңағы биліктің араласуы болуы мүмкін, белгілі бір қоғамдағы ықпалды топтардың, адамдардың араласуы болуы мүмкін, жаңағы теріс жағынан ықпал ету жағынан, оларға кедергі келтіру жағынан, сол жағынан болуы мүмкін. Жаңағы оған мысалдар бар нақты. Кезіндегі жаңағы Ақ жол партиясы болды, одан кейін нағыз Ақ жол партиясы деп бөлініп кетіп ішіне. Сонымен жаңағы оның арты қандай жағдайға алып барғанын көрдік. Жалпы социал-демократтық партияны айтуға болады. Жармахан Тұяқбайдың кезінде ол қазіргі сол кездегі жаңағы Нұр Отан партиясына саяси оппозициялық жаңағы партия болып өзін көрсете бастаған кезде тағы ішіне іріткі шығып бөліну болды. Соның салдарынан мысалы қазіргі жағдайы сол билік тақылеттес дейді ғой, сондай билік тақылеттес партияның қатарына қосылып кеткен жағдайға ұқсап отыр мысалы. Енді жалпы солай саяси партиялар, сосын шетелден қаржыландыру мәселесі деп те сол партияларға кейде бір айыптар тағылып жатады, немесе сондай себептер туындап жататын болса, ол да бір жаңағы саяси оппозициялық жаңағы бет бейнесіне, жаңағы беделіне дейді ғой, бір ауырайына кіргеліп жатады. Яғни сырттан қаржы алады екен, ол деген біздің елдің мүддесін қорғамайды деген сияқты. Сондай әртүрлі себеп салдармен былай қысқасын айтқанда Қазақстанда саяси оппозициялық саяси партиялардың жаңағы дамуына, ілгерілеуіне бір белгілі кедергілер жаңағы кездесіп жатыр деп айтсақ болады. Әрине бір белгілі бір адамдар шығады қоғамның, сол партиялық құрып, сол партияны қазіргі партияға, қазіргі билік партияларына бәсекелес ретінде шығаруға, солай көрсетуге тырысады, бірақ сол арты дағдарысқа ұшырап кетіп қалып жатады. Енді оған әрине сондай біздің саяси жүйе деп айтсақ болады, біздің мемлекеттің саяси жүйесінен де қолдау керек. Ондай партияға мүмкіншілік беріп, жаңағы белгілі бір өздерінің бір жиналыстарын өткізетін болса, оларға бір жақсы орындар беру керек. Өйткені олардың шағымдарын тыңдап отырсаңыз, көп шағымдар қалай айтылады енді? Біз шындыққа қарайтын болсақ, көп шағымдарында айтады. Мысалы, тіркеуге өте алмаймыз дейді. Тіркеуден өткен жағдайда, әзер-пәзерді тіркеуден өткен жағдайда дейді, олардың тура сөздерімен айтатын болсақ, бір жиналыстарымызда немесе бір сондай жиылыстарымыз өткізетін болсақ, жаңағы алаңдарға рұқсат бермеу, немесе бір үлкен жаңағы сарайлар болады, жаңағы өткізетін кең жаңағы белгілі жаңағы облыстарда, әкімшілікте, қалалардағы үлкен сарайлар, оларға орын бермейді дейді. Ол орын бос емес, концерт өтеді, тағы басқа бір шаралар ұйымдастырамыз дейді. Одан қалып тағы бір жерге барсақ, ол жерден бізді шығарып жібереді. Сондай әртүрлі кедергілерге тап боламыз да дейді. Жұмысымыз алға жүрмей қалады дейді. Одан қалса жаңа құқық қорғау органдары, күштік құрылымдар келіп бізді таратып жібереді дейді. Басқосу болмайды, бұл заңсыз басқосу. Сонымен сол шараларымыз өтпей қалады, ақыры саяси партияның жұмысына көп кедергі болған кезде көп адамдар, көп мүшелеріміз кетіп қалатын жағдайлар бар дейді. Енді ол өздеріне бастарына қиындық туып қалмас үшін партиялық мүшеліктен де кетіп қалады. Ақыры өзіміз сол нені таба алмай қаламыз дейді, мүшелерімізді таба алмай қаламыз дейді. Енді сондай кедергі қиындықтардың бар екенін ескеруіміз керек. Енді шағымдарды ресми шағымдарда да естіп жатамыз енді, көп қысымдар болып жатады дейді, билік тарапынан, басқа да сол ықпалды топтардан қысымдарға ұшыраймыз дейді. Соны ақыры шаршадық деп, енді жақында ғана мен Жармақан Тұяқбайдың бір пікірін естіп қалдым. Сонда айтып жатыр енді, жалпы қоғамның жаңағы сол бір саяси өзгеріске жағдайларға кішкене бір шаршауы бар деп, жаңағы осы неге байланысты енді өздерінің бір саяси сыни көзқарастарын көрсетуге, саяси оппозициялық партияларды қолдап кетуге бір қоғамның бір шаршауы дейді ғой, бір шаршауына бір түңілу жағдайлары байқалады дейді. Мысалға енді байқап қарайтын болсақ, сол жағдай енді орын алып отырған байқауға болады. Енді адамдар үміт күтеді, бір жақсы саяси жаңалықтар, саяси реформаларға үміттеніп қарайды, солай болады екен деп мысалы, алайда оның арты кішкене жайлап сөйлеп кете барған кезде адамдар көңілі қала бастайтын жағдай болады. Ол үшін бір серпінді саяси өзгерістер мен жаңалықтарға жол ашатын болсақ, адамдар өздері оянып шыға келеді. Сондай қолдап, қандай саяси болса да қолдап, шынайы саяси жаңалықтар өзгерістер жол ашатын болсақ.
Мәселен, кейбір қоғам белсенділері күні кеше таратылған парламентті сынаған кездер көп болды. Әсіресе білесіз, жаңағы жан жануарлар, жаңағы ұйықтату, өлтіру деген мәселесі, ЛГБТ-ның насихаты секілді жаңағы заңдар бір сұмдық алды ғой. Осы мәселелер өзге елдерде қалай шешіледі жалпы? Өйткені халықаралық ұйымдардың ықпалымен қабылданатын заңдар болады. Не бұл норманы қолдай алмаймыз, ол жаңағы халықаралық талаптарға сай келмейді деп қарсы шығып жатады. Жалпы халықаралық қауымдастықтардың жалпы адамзаттық көзқарасына қарайтын болсақ, сол жан жануардың болсын, адамның болсын, осы бір жарық дүниеге бір рет келіп кетеді ғой. Сол жағдайда олардың бір ерік жігеріне мүмкіншілік беру, соларға ерік жігеріне жаңағы кедергі келтірмеу, бостандық беру дейміз ғой. Олардың өмір сүруіне, осы бір жарық дүниеде өмір сүруіне барынша бір жағдай жасау деген сондай түсінік бар ғой. Сол жағынан адамзаттық көзқарастан, халықаралық қауымдастық тұрғысынан қарайтын болсақ, өте жақсы ұстанымдар мысалға. Өте жақсы ұстанымдар, Сол жағынан келгенде біздің елде соны бір қолдамай жататын жағдайлар, ол неге дегенде көп енді алға тартып жататын жаңағы себептер неге жатады, біздің енді халықтың құндылығына сәйкес келмейді деген сияқты, біздің қоғамның жаңағы қолдауына сәйкес келмейді, біздің менталитетке сәйкес келмейді, ділімізге сәйкес келмейді деп айтып жатамыз. Бұл жерде айтар едік, сондай бір азшылық дейді ғой, азшылықтың проблемалық жаңағы ахуалды жағдайларын бізді бір қолдап кету, соларға да есік ашып беру деген сияқты емес. Бар сондай жағдайлар біздің елде орын алып жататын болса, соларға қолдау көрсетіп, құқықтық жағынан қолдау көрсетіп, соларға мүмкіншілік жасап беруге, біз мүмкіншілік жасап беру өте дұрыс болады. Жаңа айтқандай, сол адамзаттық көзқарастан қарайтын болсақ, жалпы халықаралық деңгейдегі жаңағы мәселелер тұрғысынан қарайтын болсақ, олар қолдау жасау өте жақсы. Бірақ енді оларға біз үлкен бір жағдай жасап беріп, оларға бір ұйым құрып беру, оларға мүмкіншілік жасау дейтін емес. Біздің елде дәл сондай бір азшылықтың бір қиыншылықта көзқарастары бір өз қоғамнан орын ала алмайтын жағдайлар болса, қолдап кету өте дұрыс. Оларға қолдап жағдай жасап беру, құқықтық жағынан бір мүмкіншілік беріп қою. Оларға бір үлкен кеңістік бермесек те, сол алып отырған жаңағы ахуалды жағдайға бір қолдау көрсетіп шешімін тауып берген, мүмкіншілік жасап берген дұрыс болады. Ол енді саяси жағынан да бар нәрселер ғой, мысалға. Саяси адамдардың бір көзқарас ұстанымдары бойынша да кейде қоғамнан бір өздерінің бір аздаған бір қолдауларын көтеріп алып жатқанмен де жаңағы жалпы биліктен болсын, мемлекеттен болсын, оларға қатты қысым жасалып, ақыры біздің елден қашуға, біздің елден кетуге мәжбүр болып жатады, Сол сияқты ғой, оларда азшылықтың көзқарасы. Сондықтан оларға бір жағдай туғызу өте жақсы нәрсе. Мен айтпаймын, әрине, оларға үлкен кеңістік беріп бір жағдай жасап қою керек емес деп. Сол жағынан әрине ұлттық құндылықты біздің елдегі үлкен алдағы бір жағдайдың ауқымды бір белең алып кетуіне жол бермейтін жағдайды ескере отырып, белгілі мәселелерге шешім тауып беруге сондай үлкен бір зерттеу жүргізіп. Зерттеу деген мәселе көп назар аударуымыз керек. Біз көп нәрсеге зерттеуді жаңағы дұрыс жүргізбеді. Тәуелсіз зерттеулер жүргізілмей жатады, Тәуелсіз зерттеушілерді іске қоспай жатамыз. Соның артында сол зерттеулердің мәселесі бізде көп дағдарысқа алып келетін. Сондықтан зерттеу керек. Саяси болсын, жаңағы барлық құқықтық жағынан болсын зерттеу жүргізіп, оған тәуелсіз зерттеушілерді тартып, тәуелсіз зерттеу институттарын сол жұмыстарға тікелей араластырып, содан қорытынды шығарып, содан жақсы бір шешім табуға болатын мәселелер. Мысалға, жаңағы өзіңіз айтып отқан жаңағы ит мысықтар мәселесінде басында қандай бір көтеріліп, сондай парламентте сол кезде көтеріліп айтылды, оны кейін сенаттан кері қайтарылып біраз өзгерістер енгізу қажет болған кезде ол қайта басыла қалды. Мысалға, ол кезде кейбір адамдар шынымен ойлана қалды. Қалай онда жаңағы иттерді бірден өлтіре салған, ол шынымен теріс екен ау, ол сол кезде асығыстық болған екен ау деген сияқты. Ол иесі табыла қалған жағдайда өліп қалған итке қалай болады, мысалы, Сол жағынан келгенде, сол сенаттың кері қайтарған жағдайы мысалы дұрыс сияқты көрдіңіз бе? Сонда зерттеу деген сондай, мысалы, асығыс шешімді болдырмау үшін сондай керек, мысалға. Сол сияқты барлық мәселені ескеру өте маңызды. Мысалға, анау не бар? Бізде енді өкінішке орай қазір жол апатынан адамдар қатты былай қырылып жатыр деп айтуға болады, өкінішке. Қанша күніне бәленбай бір отбасымен адамдар қаза болып кетіп жатыр жол апаты оқиғасынан, жол оқиғасынан мысалға, соқтығысып жағдайлардан. Ал енді Европадан да көзқарас бар. Бір адам жол апатынан бір зардап шегетін болса, ол болмау тиіс еді. Немесе өліп кеткен адам болса, ол адамға жарық дүниемен қоштаспау керек еді.
егер де жол ережесі дұрыс болса, жолдың ана ақ сызықтары, белгілі жол ережесін сақтайтын сызықтар дұрыс көзге көрініп тұрса, иә, ауа райын алдын ала ескерткен жағдай болса, немесе соған бір жағдай жасаса, мына адам жарық дүниені әрі қарай жалғастыра беретін еді. Бірақ соны сақталмауына байланысты мына адам өмірден өтіп кетті. Көрдіңіз бе? Дейді да оны қатты зерттеп, оны қатты құқықтық жағынан жазалап, соған бағасын береді. А бізде көп жағдайда енді өзінің ажалы ғой, енді иманы солай қабыл болсын, енді бір дәм тұзы таусылған екен ау. Енді солай болды, не шарамыз бар дегенмен біз қоя саламыз. Көрдіңіз бе? Осы жағдайды бір жақсы мысалға алуға болады Нұрекен жаңағы. Сонда барлық жағдай ескеріп келетін болса, жаңағы шешілмейтін мәселе жоқ дейді ғой, жаңағы солай зерттеу жағынан қарайтын болса, жаңа сіз айтқан мәселені былай өзім қорытындылап айтқанда солай түйіндеген болатын. Айдос мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін мәлім сұхбатта саясаттанушы Айдос Бәделұлы болды. Біздің YouTube арнамызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жүздескенше.